құрметті оқырмандар, біздің жақында тойы болатын Ерасыл мен Аяна. Бірақ некелерін қиды. Құдайға шүкір, қазір отбасы. Шынымен де барлық көрермендер құттықтап жатқан жандар қосылай барлықтарыңызға көп рахмет. Бұйырса тойымыз болады, тойымызда дүркіреп тұрып барлықтарыңыз қонақ болыңыздар. Жобада да болады, сыртта да болады, барлықтарыңыз күтетін болады. Ой, мәлерес. Сіздерге құрметті көрермен, Аянаның сүйікті де сүйкімді көрермендеріне бір сәлем болды, оқырмандарына. Солай. Сол шаштым ғой. Одан жаман болмайсыз, Ерасыл? Көріңіздер эфир міндетті де. Сараның қарны ашып қалған сияқты. Жаман опытын өтіп кеткен, отношения жаман. Бәріне сабақ беріп отырсыз ба? Психолог, Жігіттер сабақ алып отыр, Сараның сабағын. Көңіліңіз күшті. Сіз неге Абзалмен бірге отырғансыз? Жоқ, ол кеп отырды қасыма. Солай ма? Солай екен. Бірақ негізі таныстықта емессіздер, жұпты қарақанаста емессіздер. Уже қанша ай болды, біз екі жақтамыз. Бірақ жақсы достар болып қалдық. Жақсы достар болып қалдық дейді. Енді білмеймін, қыз бен жігіттің арасында достық бар ма, жоқ па? Білмейміз. Эфирде сіздің жаңалығыңызды білетін боламыз. Ұнап жатыр ма біздің туған күн? Күшті болады. Кімдер жетіспейді мына жерге, қалай ойлайсыз? Кімдерді күтесіз әлде? Көрінбей тұрау деп, мына адам қалай жоқ деген. Мөлдірлер, қайда мөлдірлер? Қай мөлдір керек сізге? Кіші мөлдір, үлкен мөлдір, екі мөлдір де күтіп негізі. Бізде негізі 3 мөлдір болған. Сараның кімді айтқанын эфирде білетін боламыз. Студияда туған күнге келген қонақтардың бірі Хуршет Нурка. Нурка ана жақта. Қалайсыз? Келіншек емес, сұхбаттасайды. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте. Эмир қалай? Қайда? Эмир аға шежесінде. Аға шежесінің баласы болып кетті. Вообще қарамаймыз. Туған күн ұнап жатыр ма? Туған күн өте керемет болып жатыр. Көргеннен бастап неше түрлі шоулар, бишілер, неше түрлі жүргізушілер өте ерекше өтіп жатыр. Мен күткен жоқпын бұндай нәрсені. Күткен жоқпын дейді, көрермен де күтпеген шығар. Біздің қонақтар да әрдайым әрине топ, ең үздік, ең деген ғана қонақтар осы жақта. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Эфирде қызықтың бәрі. Солай. Бұлай бәрі сізде жақсы. Сіздің жаңалығыңыз бар екен. Жаңалығын эфирде мүмкін біліп қалармыз. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Қалайсыз, күн патша? Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін әдеттегідей сұп-сұлу болып, әп-әдемі көйлегін киіп келіп қалыпты. Көрсетіңіз. Өте қуаныштымын. Осында қонақ болып келіп жатқаныма. Ең біріншіден бүгін Қослаевтың 5 жыл болғанына құттықтаймын шын жүректен. Қослаев өркейе берсін, өсе берсін. Қазақстандағы ең бірінші арналардың бірі болып, Қослаев всегда бірінші орында жүре берсін. Әумин. Той көп болсын, жұптар көп болсын. Тек қана осындай қуанышта кездесіп, жарқын күліп жүре берейік әрдайым. Солай. Рахмет құттықтап жатқаныңызға. Сіздің бөпеңіз қайда? Бөпем үйде, в надежных руках. Маманы қалдырып кеттім. Енді осындай бүгін керемет күн боламыз дегесін. Енді кішкене келіп қалдыңыз. Келіп қалдым. Солай, рахмет айтамыз. Солай. Қонақтардың тізімінде Тимур бар. Қалайсыз, Тимур? Ханым, қалайсыздар? Жақсымыз, сіздің көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Сүйікті де, көрермендер. Көңіл күйім өте керемет. Күшті шоу болып жатыр, байқаған шығарсыздар. Енді басталған кезде андай флагтармен уровень деп санаймын мен өзімше. Рахмет. Туған күнге барынша дайындалдық. Қонақтардың көңілінен шығуға, әрине көрерменнің көңілінен шығуға. Сіздің қызыңыз бар деп естідік. Шүкір қызым бар. Қызыңыз бар. Қызым бар. Оның кім екенін эфирде білеміз, достар. Міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде қызық болайын деп тұр. Және қашан үйленетінде мүмкін эфирде білетін шығармыз. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Бұлай көңіл күйіңіз күшті. Керемет. Тағы кімдер келеді деп ойлайсыз? Кімдерді күтесіз? Тағы кімдерді ешкімді күтіп отқан жоқпын. Басты өзіңіз барсыз. Басты өзім бармын. Данияр, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Өте күшті, керемет. Рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Туған күн ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр, керемет. Туған күнге қандай тосын сый алып келдіңіз? Туған күнге оны алдыңғы уақытта жарнамадан кейін көретін боласыздар. Мәссаған. Сол үшін міндетті түрде эфирді көріңіздер. Жарнамадан кейін Данияр бізге қандай тосын сый алып келді көретін боламыз, құрметті оқырман. Және
бүгінгі қонақтардың бірі Дарина. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Бетіңізге бірдеңе болды деп естіп едім. Жазылып кетті ме? Иә, макияж жасады. Көрінбейді. Құлап қалдым дейсіз ба? Я сені берейін. Қыдырдым ғой адамдар. Я өздерің түсінесіңдер де қойсаңызшы. Я көңіл күйіңіз бәрі күшті. Туған күні ұнап жатыр ма? Я сізді құттықтаймын. Құттықтаймын. Жобасы. Үлкен рахмет сізге шақырғаны үшін. Қашан тұрмысқа шығасыз деп же? Сол туралы қазір ашыққан кезде сізге айтамын. Я эфирде міндетті түрде көріңіздер. Эфирде Даринаның қандай жаңалығы бар, барлығын бір мүмкін келеді. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар. Енді мынандай жақпен сөйлеп салдыңыз біраз желание жоқ екен ше. Бүгін жақтың әңгімелерімен кішкене больницаға бару керек болған, сол больницаға қарай шықтым. Үйде жатып сақалым мұртым өсіп, түрімнен мән бермеңіздер. Шашым өсіп, мазам қашып кетті енді. Сәл кішкене ауырдым екен деп жатқамайын деп шығып, осындай мына жақта Нұрса бауырым келіп, жүр Айбек, үйде жатсаң жата бересің деп бір қалаға алып шығып жүріп бара жатқанымыз бар. Сондай сәтті күн болсын енді. Ал мен Ақбота фандарды қуантып қояйын. Бүгін Ақбота эфирде. Ақботаның бүгін туған күні және туған күніңізбен құттықтаймыз. Рахмет. Жобаның туған күнімен құттықтаймын. Рахмет. Не деп айтайын, қосайық туған күнімен жасай берсін, өсе берсін. Алға. Бөпеңіз қалай? Шүкір, Аллаға шүкір өсіп жатыр. Иә. Бізге бала бота болып келген еді, қазір ана бота. Иә. Қандай сезімде жүрсіз? Қандай сезімде деген үлкен жауапкершілік. Аналық естен оянады дейді ғой. Баста сенбейтін, ол қалай деген нәрсе. Сол қолыма алған кезде мен түсіндім сол нәрсені. Сол енді бірдеңе айтам деді ма? Бірдеңе айтам деді. Солай эфирді міндетті түрде көріңіздер. Мүмкін эфирде ботаның Зухраға не айтқысы келген білетін шығармыз. Және туған күнге құттықтап Альмира ханым да келді. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Иә, Альмира ханымды да құттықтаймыз, себебі үйінде көп кішкентай ұлы бар, өсіп жатыр. Бірақ Альмира ханым әдеттегідей бізді құттықтау үшін міндетті түрде эфирден табылады, жанымыздан табылады. Солай, алда қызықтар көп, иә? Иә, қызықтар өте көп. Иә, міндетті түрде. Айттық ғой жаңа, Ақтөре бізге күшті сыйлық алып келдім дейді, соны көреміз қазір.